Сәлем достар, сіздермен бірге Cynics Trade арнасы. Бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз сіздермен бірге британский фунт және австралийский доллар валютный параларына анализ қарастырып, соңында сделка ашатын боламыз. Олай болса, біз видеомызды бастаймыз. Достар, алдымен біз анализ қарастырмай жатып, бірінші біз трендовый линияға мән берейік. Трендовый линия бізде шорт позициясына қарай бағытталған. Енді біз нақты анализ жасайтын болсақ, бізде бірінші развороттарына мән беріп алайық. Біз мұндағы секірген аймақтан бастап санайтын болсақ, бізде 2 июнь сағат 10-нан 40 кеткенде басалған разворот жасауды бастады. Көтерілген уақытты есептейтін болсақ, біздегі ценаның көтерілген уақытын есептейтін болсақ, сағат 11-ден 30-ға дейін жоғарыға көтерілді. Бірақ жоғарыда сатушылар болғаннан кейін төменге түсті. Ценовый скоплениеге қарайтын болсаңыздар, бізде 2-де 0.9265-те көтерілген, максимальный көтерілген жақ. Енді бізде максимальный түскен аймағын есептейтін болсақ, бізде түскі 12.30-да түскен екен. Ценовый скоплениеге қарайтын болсақ, 2-де 0.819-да түскен максимальный. Бұл деген сөз не деген сөз, достар? Бұл жерде бір қызыл свеча, бір аймақ, бір баған түсіріп көрді ма? Екіншінде де тағы мұндағы разворот болған аймақ, мына жерде разворот болды ғой. Осы аймақ мұндағы аймаққа мына жерге келіп жете алмайтын болса, бірге бір жете алмайтын болса, мысалы былай түсіп, қайтадан бүйтіп көтерілгенде, дәл осы аймақтан дәл осы ситуацияға бүйтіп көтеріліп түскенде, баға бізде жоғары қарай көтерілетін еді. Достар, байқасаңыздар, бізде баға шорт позициясына қарай жол тартып кетті. Оның мысалы мұндағы развороттар бір емес, хотя бір разворот емес, 2 разворот. Байқадыңыздар ма? Бір разворот, 2 разворот. Ары қарай не басталып жатыр, достар? Ары қарай кішігірім развороттар тастап, бізде скопление аймағы басталып жатыр. Алдағы свеча бізде скопление. Нақты баға мына жерге барады, не болмаса осы жерден қайтады деп біз айта алмаймыз, достар. Ол үшін, достар, біз скопленияның уақытын күтеміз, соңғы свечаның уақытын күтеміз. Міне, достар, мен айтқандай біздегі свечаның үстіңгі тені, мұндағы жасыл свечаның үстіңгі тені өте ұзын және теласы өте кіші. Объемына қарайтын болсақ, объемында бір-біріне сәйкес келмейді. Енді біз не істейміз? Біз кіреміз да осы валюты параға біз астына да сделкамызды қарастыратын боламыз. Британский фунт, австралийский доллар валютный параларына біз сделканы астына деп қарастыратын боламыз. Вот мен уже астына деп қарастырдым. Біздегі ашылған уақытты есептейтін болсақ, бізде 2-де 0.8-774 дейді. Біздегі ашылған уақыт 87-74 дейді. Так, бізде қазір 87-74 болса, бізде бағаны мына жерден ашқанбыз, достар. Вот мына жерден 87-74. Мен осы жерден белгілей берейін. Біздегі ашылған уақыт, достар. Бірақ, достар, бізде мұндағы баға көтеріліп жатыр. Мұндағы баға разворот жасап көтеріліп жатыр. Мұндағы облысқа түскен жоқ. Көрдіңіздер ме, достар? Мұндағы облысқа түскен жоқ. Не үшін мен астына деп аштым? Біріншіден, достар, мына жердегі соңғы тарихына қарайтын болсақ, бізде бірінші разворотта остановка аймақтың ішінде қайтып кетті. Вот бір разворот жасады, екінші разворот жасаған кезде екінші остановка бұл объемға жеткен жоқ. Тек қана жасыл свечаның тені ғана жетті. Осы объемға, осы облысқа жетті, облыстың бетіне ғана жетті. Біздегі үшінші разворот жасады. Вот үшінші разворот жасады. Үшінші развороттан кейін үшінші остановканың жасыл свечасы мен соңғы қызыл свечасы мүлдем келген жоқ мұндағы аймаққа, мүлдем жақындаған жоқ. Содан кейін не істеді? Скопление басталды. Вот мына жерде тағы да осы остановка тұр. Бұл 4-ші остановка. Скоплениядан кейін, баға ауысымынан кейінгі 4-ші остановка. Бізде 4-ші остановка вообще мұндағы аймаққа жете алған жоқ. Соның арқасында не істеді? Біздегі көзқарас жаймен көтеріліп жатыр жоғары қарай. Мына жердегі аймаққа тіресу мүмкін. Максимальный осы аймақ болуы мүмкін, достар. Егер, достар, бұл аймақтан мұндағы аймаққа жететін болса, оның целі дәл осы жердегі аймақ болып есептеледі. Өзіміздің енді Quotex платформасына кіріп, өзіміздің сделкамыздың результатын көрейік. Қай бағада ашылды, қай бағада жабылды. 2-де 0.87-74-те ашылды, 2-де 0.88-03-те жабылды. Біздегі бүгінгі прибыль минус болды.